Алматыда тұрмыста Құдайға берген шүкір немерелерім бар. Үлкенім медик, екіншісі қызым Алматинский военный округта прокуратура медициналық экспертизаның расчетный бухгалтері қызым. Кейін үлкенім кішкентай екі балам, үлкенім военный, келінім Найманның қызы, Талдықорғандікі, мұғалім маманы бөлек тұрады. Кішкентайым қолында, келінім қолында, келінім ағылшын мұғалімі Алматыдағы Қожа университеті бітірген. Қазір балам екеуміз жеке кәсіпкер, баяғы Шоңғанайдағы Сұлтанбай ағаның мамандығы. Рахмет. Дүкеншімен десейш? Рахмет. Енді бұлай бағана қалаш тұрсайда біз тамадан алып келсек өзінің қатып қалған бағдарламасымен жүргізе береді. Біреу өмайды, біз мынау өте демократичный болып жатыр деп ойлаймын. Әркім қолын көтеріп мұғаліммен шығайын деп досы кешіріп микрофонды алып айтқа берулеріне болады. Сосын тағы ұсыныстары болса да қысынбай айта береді. Аяғымызды алып кетті демекші олайық деген сияқты. Билеп алайық деген сияқты.